Сәлеметсіздер ме әріптестер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пайдалы ақпарат, сабақ жоспарын құрып беретін жасанды интеллект туралы айтатын боламын. Ол үшін Google-ға кіріп, ChatGPT деп жазамыз. Бірінші шыққанға кіреміз. Осының ішінде енді тіркелу керек. Менің Google аккаунтым бар, сол арқылы тіркелдім. Егер сіздерде де Google аккаунт болса, сол арқылы тіркелуге болады. Бұл жерде Google аккаунтыңыздың паролін жазамыз, далее дейміз. Және туған күндерін жазасыздар, телефон номерларыңызды және ұялы телефонға код келеді, соны жазамыз. Енді бізді осындай бетке лақтырды. Осы жерде New Chat дегенді басамыз. Енді сабақтың тақырыбын біз мына астына жазатын боламыз. Ол үшін сабақтың тақырыбын ағылшын тіліне аударып алу керекпіз. Google переводчикқа барып, компьютер және қауіпсіздік 5-ші сынып сабақ жоспары деп алдым. Енді осыны копировать етіп аламыз, жаңағы жерге барып апарып қоямыз. Оң жақтағы жасыл кнопканы басамыз. Міне сабақ жоспарымыз ағылшын тілінде дайындалуда. Дайын болғаннан кейін оң жақтағы кнопканы басып копировать етіп алуға болады. Бірақ менікі 3000 символдан асып кеткесін Google переводчик аудармай тұр. Мен бөліп аударып алдым. Осылай копировать етесіздер, жаңағы жерге апарып қоясыз. Және аударып алған бөліктерін Word-қа қойып отырасыздар копировать етіп. Міндетті түрде осы пайдалы ақпаратты өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдету үшін пайдаланып көріңіздер. Егер видео ұнаса лайк басып, қандай да бір пікірлер болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Егер мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, алдағы пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.